Біз баланың негізгі киімінің негізгі сызбасын, лекаласын сызуды үйренеміз. Менің қазіргі алатын өлшемдерім осындай болады. Ең алдымен жоғарғы жақтан 5-6 сантиметр қалдырып, мендегі мында миллиметровый лента, сантиметровый, яғни 1 сантиметрде 4 кішкене сантиметр жерлер орналасқан. Сол бойынша жоғарыдан 4-5 сантиметр түсіріп аламыз. Осы жерден А нүктесін белгілейміз. А нүктесін белгілейміз де осындай формула арқылы АГ тең болады глубина проймы қосылған 1,5 сантиметр деген формула бойынша глубина проймы 16, 17,5 сантиметр. Адан төмен қарай АГ кесіндісін сызамыз. 17,5-міз біздің мына жерде. Осы жерден Г нүктесін белгілейміз. Бұл біздің АГ болып есептенеді. Енді АТ деген сызығымыз, кесіндіміз, ол длина талии до спины, яғни арқа жақтың белге дейінгі ұзындығы. Ол бізде 23 сантиметрге тең. 23 сантиметрге тең. Демек, А нүктесінен АТ кесіндісі болғандықтан 23 сантиметр төменге қарай түсеміз. Ол мына жерде. Бұл біздің Т. Енді Т нүктесін белгіледік. ТБ дегеніміз енді высота бедер, яғни бөксенің ұзындығы дейма, биіктігі. Ол бізде высота бедер 13-ке тең. Бағанағы алған өлшем бойынша высота бедер бізде 13-ке тең. Енді ол дегеніміз Т-дан бастап болғандықтан, мына Т нүктесінен бастаймыз да, Т нүктесінен бастап төмен қарай 13 сантиметр түсеміз. Ол мына жерде ТБ. Ол жерде Б деп белгілейміз. Енді осы кесінділердің бәрін қосып шығамыз сәйкесінше. Енді AH деген болады. Ол AH длина изделия, яғни киімнің ұзындығы, үстіңгі киімнің. Ол менде 45 деп алдым. Демек, А нүктесінен бастап төменге қарай 45 сантиметр аламыз. Бұл бізде H, яғни үстіңгі киімнің ұзындығы болып есептенеді. Үстіңгі киімнің ұзындығы H деп белгіледік. Мына жоғарыдағы формула біздің мына жақ белгілерді анықтауға арналған формулалар. Оны осылай ерекшелеп қоямыз. Енді осы Г нүктесінен бастап Г1 деген кесіндіні алайық. Ол қалай анықталады бізде? Ол 1 бөлінген 2 ширина спины қосылған 1 сантиметр. 1 сантиметр. Сонда ол бізде тең болады. Бізде ширина спины 28. 28-ді 2-ке бөлсек 14. 14 қосылған 1 сантиметр, 15 сантиметр. 15 сантиметр. Енді Г2-3. Г2 Г1, Г2 ширина проймы қосылған 1,5 сантиметр. Бізде ширина проймы 6-да 5 алынған, демек 8 сантиметр болады.
G2 G3 кесіндісі ол 1 бөлінген 2 ширина груди қосылған 1 сантиметр. Сонда бұл бізде жоғарыдағы секілді 15 сантиметрге тең болады. Енді бұл қалай анықталады? G1 сызығы дегеніміз ол осы G нүктесінен горизонталына, яғни перпендикуляр жасай отырып 15 сантиметр шығамыз деген сөз. 15 сантиметр шығамызда осы жерді G1 деп белгілейміз. Одан кейін G1-ден 8 сантиметр өтіп, ол жерді G2 деп белгілейміз. G2-ден 15 сантиметр өтіп, 15 сантиметр мына жерге шығады екен. 15 сантиметр отырып, G3 деп белгілейміз. Осылайша G1, G2, G3 нүктелерін белгілеп алдық, және оларды өзара қосып шығамыз. G3-тің біткен жерінен осылай вертикально сызық сызамыз. Вертикально сызық сызамыз да осы Т нүктесінің осы G3-тен сызылған вертикальмен қосқан кездегі бөлігін T1 деп белгілейміз. B-ның осы кесіндімен біріккен жерін B2 деп белгілейміз. B1, то есть. H-тың осы кесіндімен қосылған жерін H1 деп белгілейміз. Ал бастапқы А нүктесінің осы кесіндімен қиылысқан жерін B деп белгілейміз. Осылайша біздің тіктөртбұрышымыз дайын. Келесі қадам, үшінші қадам ол осы G1 нүктесін, осында тұрған G1 нүктесін AV кесіндісіне соза отырып, міне осылай жоғары қарай соза отырып, P нүктесін аламыз. P деген ол біздің иықтың нүктесі болып есептеледі. Ал мына жерде G2-ні жоғарыға соза отырып, P1 нүктесін аламыз. G1 мен G2 кесіндісінің ортасын 2-ге бөле отырып, мұнда жаңағы өлшемі 8 болды ғой. 4. Осы нүктені G4 деп аламыз. G4 деп аламыз. Осы G4-ті төменге қарай вертикаль сыза отырып, бүйір жақ сызығын аламыз. Соза отырып бүйір жақ сызығын аламыз да, мына жерді T2, B2, H2 деген нүктелерді алатын боламыз. Келесі, осындағы T1 нүктесін нен жоғарыға қарай DTP, яғни длина талии переда деген өлшемді ала отырып, 24 сантиметр. Осы жерден Т нүктесіне қоямыз да 24 жоғары қарай шығамыз. Сонда ол где-то мына жері болады екен. Осы нүктені Ш деп белгілейміз. Осы Ш нүктесінен горизонтально осылай сызамыз. Және G2-ні жоғары қарай созған кездегі қиылысқан нүктені осылай белгілеп қоямыз. Бұл біздің бағанағы мына жерде P1 болды ғой. Мына жердегі нүктенің атын пока қоймай тұрайық. Осы нүктеден төмен қарай 3 сантиметр түсеміз де, ол нүктенің атын 3 деп қоямыз. Мынау P1-дің, мынау 3 деген нүктенің аты болады. Енді мойын ойығын саламыз. Мойын ойығы дегеніміз
бізде қазір А1 нүктесі болып есептелінеді. Ол деген 1 бөлінген 6, охват ши қосылған 1 сантиметр. Мен осыны есептеген кезде 6 сантиметр жуықтағанда солай шығып тұр. Демек, Адан А1 нүктесін шығарып аламыз. Ол үшін 6 сантиметр оң жаққа қарай жүреміз. Оны А1 деп белгілейміз. Және осы А1-ден жоғары қарай 1,5 сантиметр көтерілеміз де. 1,5 сантиметр көтерілеміз де, оны А2 деп белгілейміз. Енді осы А1 мен А2-ні осылай әдемілеп, көбісінде ликала осы ликаламен қосып аламыз. Осындағы Ш нүктесінен радиусы 6 сантиметрге тең болатын жартылай шеңбер сызып аламыз. Оны осылай сызамыз. Сызып аламыз да. Енді осы шыққан нүктеден, осы шыққан нүктені Ш1 деп белгілеп, осы Ш1 нүктесінен осындағы 3 нүктесін длина плечи 7 сантиметр плюс 1 сантиметр 8 сантиметр етіп қосамыз. Енді осындағы П нүктесінен төмен қарай 1,5 сантиметр түсіп, осы нүктемен осы А1 нүктесімен осы нүктені қосамыз. Ұзындығым 8 сантиметрге тең етіп. Не бізге кішкене жетпей қалды. Енді осы П мен Г1-дің ортасын 2-ге бөліп, мұнда 18 сантиметр болса, 17 сантиметр, 8-де 5 ортасын белгілеп, оны О деп, мына жақ бетінің ортасын белгілеп, оны О штрих деп, Г1 нүктесінен 2 сантиметр горизонталь биссектриса сызып, оны белгілеп, мына жақтан да 2 сантиметр биссектриса сызып, оны да белгілеп, осы нүктелерді қосып шығамыз. Осылай және Г4-пен қосамыз. Екінші жағын тура солай және Г4-пен қосып шығамыз. Міне осылайша біздің киіміміздің сызбасы дайын болды. Бізге керекті формулалар міне бір, мына жерде екінші формула және мойынның ойығын анықтауға арналған формула.